Елбизге, депутаттарға, саяси партияларға қайырлы атқаным. Өмірбек Текебаев бұл чыған мамлекеттік ишмер. Кече Манас аэропортында мұны бір ел аралық террористі қылып алып кеткені бізді барысты өкіндірді. Мұна Өмірбектің Қырғызстандың егеменділігіне, демократияны ұшы жерде гүлдеткеніне қанша іш жасаған біз барымыз қалай қалып білеміз. Дайыма шындық үшін күйіп жүрген адам. Мұна біз интернеттен оқып көрдік. Ал Маевский деген кім, башқалары кім екен? Маевскийді бізге ұшы бір перзент қылып бергеніне рахмат дейміз. Анткені біз барбыз. Ұшы азырқы жамандыққа қосыла тұрған күштер. Мына ушул учурдан азыр пайдаланып біз барбыз, башыбызды қосушубуз керек. Шайлоо жылы Кыргызстан бұл президенттен кейін қайқы барат, қайсы жолды таңдайды, эмне иштер болот дегенде ойлобой, мына биз болсо ушундай жаман иштерге барып жатканыбыз өкүндүрөт. Өмірбек Текебаев бұл биз барбыз урматтаган, сыйлаган, ошо жогорку кеңештин баарын баштаган жигит катары жакшы тааныйбыз, билебиз. Мына ушундай адамды мантип кемсинтип атканы бул коррупцияга каршы күрөшмүш. Мына ушундай бизди баарыбызды күйбөгөн жерибизди күйдүрүп атат. Мен айтат элем, азыр баарына кайрылат элем саясий күчтөргө. Биз баарыбыз азыр консультацияларды башташыбыз керек. Баарыбыз сүйлөшүбүз керек. Биз болсо сен жаман, сен жиндиде отурбай, Кыргызстан каяка баратат? Кыргызстан кайсы жол менен барат? Кайсы биздин азыркы уулдарыбызды ошолорду сактап калганды биз азыр ойлонушубуз керек. Мен азыркы бийликти чакырат элем. Өмірбек Текебаевка ал татыктуу боло турган ушундай мамиле жасаш керек. Текебаевдин баягы презумпция невиновности деген толук азыр сакталып турат. Текебаев азыр кеминде үй камагына бошотулсун. Мына ушул жердеги активисттер, атамекен, башка партиялардын ушул жерде жолдоочулары баарыңар бир баарыбыз башыбызды кошуп тике турганыбызга мен чоң ыраазычылык билдиремин.